қатпарлы асқабақ самсасын әзірлейміз. Дәмі тіл үйіретін, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ самса. Алдымен асқабақты үш-үштен өткіземіз. Бұл самсаның жұмсақ әрі сочный болу үшін керек. Үлкен ыдысқа өткізген асқабақтарымызды салып, пиязымызды турауға бастаймыз. Пиязымызды немқұрайлы майда етіп турасақ, соншалықты жақсы. Мен 3 пияз турадым. Bir шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық зіра саламыз салмасына. Жұмсақ болуы үшін сұйық май 2 ас қасық. Шанышқымен жақсылап араластырамыз. Жұмсарып, дәмдеушілердің бір-біріне бірігу үшін. Қатпарлы қамырларымызды ұнның көмегімен домалақ етіп жаямыз. Қатты жұқа болуының қажеті жоқ. Начинканы салғанда жыртылып кетеді. Сол үшін орта қалыңдықта, орташа үлкендікте етіп жаямыз. Жайған қамырымызды өсімдік майымен майлап, салмамызды ортасына салып, бірінші 4 шетін біріктіріп, қалғандарын бүгіп, айналдырып, томпақтатамыз. Тағы солай, өсімдік маймен майлап, салмамызды салып, бірінші 4 шетін бүгіп, домалақ етіп, биіктетіп, томпақтатамыз. Фольгамызды сұйық маймен майлаймыз, жабыспау үшін. Араларын бірдей қашықтықта етіп, орналастырамыз. Араларын сәл ашып қойғандарыңыз жөн. Қатпарлы теста көтеріліп іседі, бір-біріне жабыспау үшін. Тұқымның сарысын щетканың көмегімен барлық самсаның үстіне жағып шығамыз. Бұл қызарып, әрі үстіңгі қабатының қытырлақ болып пісуі үшін. Күнжітті орталарына сеуіп шығамыз. Осымен 180-200 градус арасындағы пешке 25-30 минутқа пісіріп шығарамыз. Міне самсаларымыз дайын, іші жұмсақ, дәмі керемет самсалар дайындап